الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum қадірлі бауырлар. Енді ары қарай уағызымызды бастайық. Өткенде естеріңізде болса, Таурат кітабы жайында түсіндірген едік. Яғни Таурат кітабы бұл алғашқы түскен қасиетті кітаптың бірі. Бұл Мұса пайғамбарға түсті дедік. Бірақ сол Мұса пайғамбарға түскен оригинал Таурат кітабы қазір ол жоқ. Себебін түсіндірдік. Мұса пайғамбар ол біздің эрамыздан бұрын 1250 жылда Мысырдан Қызыл теңіз арқылы өтіп, қазіргі Палестинаның жеріне көшіп келеді. Фирғауынның жаңағы Қызыл теңізде суға батқан оқиғасын бәріңіз білесіздер ғой. Сол біздің эрамыздан бұрын 1250 жыл бұрын. Ал біз қазір 2015 жылда. Сонда бізден 3001 жыл бұрын ол сол жақта өмір сүрген Мұса пайғамбар. Мұса пайғамбар келгеннен кейін Алла тағала сол Тур Сина дейміз ғой. Палестинада Алла тағала пайғамбарымыз, сол Мұса пайғамбарға Таурат кітабын түсірді. Киносында көресіздер ғой, Мұса пайғамбар екі тақтайшаны алып түседі ғой, жаңағы киносында көрген болсаңыздар. Тауға кетеді, 40 күн Алла тағаланың қасында, Алла тағаланың жаңағы қалауыменен сол жерде ғибадат жасайды, сөйтіп Алла тағала оған Таурат кітабын түсіреді деді. Сол түсіріп қайтып келген кезде еврейлердің алтын бұзауға табынып жатқандығын көреді ғой. Харун пайғамбар қанша айтса да қоймастан, тыңдамастан олар қатын қалаш барлығы алтындарын тастап, соны ертеді, бұзауды соған табынады, бұзауға. Содан Мұса пайғамбар келгеннен кейін өз қауымынан 70 000 адамды өлтіреді. Алла тағаладан әмір келеді, яғни Мұсаның жағына шыққан иман келтіргендер, мына шеттегі ширк келтіргендер, мүшриктер. Соменен арада соғыс шығады да Мұса пайғамбар сол өзіне қарсы шыққандардан 70 000-ын өлтіреді. Демек, олардың сол Мысырдан Египетке, жаңағы Палестинаға келген уақыттағы сандарының көп болғандығын білдіреді бұл жерде. Яғни жарты миллион болды ма, 300-400 мың болды ма, біз білмейміз. Өйткені 70 000 адам ол аз емес. Міне осылайша сол жерде Алла тағала сол жаңағы Тауратты түсіргеннен кейін барып, олар 40 жыл бойы шөлде адасып, ақыр аяғында Иерусалимге келеді ғой. Тарихтан білесіздер. Міне сол Мұса пайғамбардың артынан Мұса пайғамбар енді 120 жыл өмір сүріп қайтыс болады. Содан кейін барып, одан кейін кезегімен түрлі пайғамбарлар келді дедік. Сол пайғамбарлардың ішінде еврейлердің ең шарықтаған кезеңі Дәуд пайғамбар менен Сүлеймен пайғамбардың түсетін. Дәуд пайғамбар ол біздің эрамыздан бұрын 1071 жылы патша болған. 1011 жыл, кешірсін, 1011 жыл патша болады Дәуд пайғамбар. 40 жыл патша болған өзі, есептейсіздер, сонда 970-те қайтыс болады. 970-те қайтыс болғаннан кейін тағы да 40 жыл Сүлеймен дейтін өзінің баласы патша болады. Сонда 930-да қайтыс болады Сүлеймен пайғамбар. Сол 930-да Сүлеймен пайғамбар қайтыс болғаннан кейін барып, еврейлердің арасында былайша айтқан кездегі алауыздық пайда болады. Олар екі үлкен патшалыққа бөлінеді. Солтүстік Израиль патшалығы, оңтүстігі Яхуда патшалық болып. Содан ақыр аяғында бұлар шарықтау кезі, әр шарықтау кезеңінің өз бір құлдырауы болады. Сол құлдыраудың нәтижесінде еврейлер, сол қазіргі біз білетін Палестина, Сирия тарапта өмір сүрген ғой. Сонда бұларға, яғни 585 жылы солтүстіктегі еврейлерге вавилондықтар шабуыл жасайды. Вавилон, ол кезде Иран, қазіргі Ирактағы Вавилон патшалығы. Олардың шабуыл жасауына себеп болған нәрсе дедік, олар екі пайғамбарды өлтірді. Ишерия, Иреме дейтін екі пайғамбарды өлтірді. Пайғамбарды өлтірген қауымды Алла тағала азаптайды. Сол Вавилон патшалығы бүкіл сол солтүстік Израиль патшалығын тас-талқан шығарады. Қалған еврейлердің бәрін қуғынға ұшыратып, барлығын Иракқа алып кетеді. Иракқа құл қып, күң қып. Ақыр аяғында араға парсылар түсіп, қызылбастарына ирандықтар араға түсіп, кейін уақыт өте келе олар қайтадан еліне қайтарады. Ол бірінші қуғын сүргін етін. Одан қайтадан бұлар жаңағыдай өздері мемлекет құрып, қайтадан тәйтей басып келеді де, ақыр аяғында бұлар тағы да пайғамбарларды өлтіруге кіріседі. Сол өлтіруге кіріскен пайғамбарлардың ішінде білесіздер, Закария пайғамбарды өлтірді. Закария пайғамбардың баласы Яхия пайғамбардың өліміне себеп болды. Үшінші, Иса пайғамбар, үшеуі бір кезеңде. Өйткені Закария пайғамбардың баласы Яхия пайғамбар. Яхия пайғамбар Иса пайғамбардан 6 ай кіші. Яғни Иса пайғамбар мен Яхия пайғамбардың екеуінің шешелері апалы сіңлілер. Бөледі екеуі, бөле бір-біріне. Міне, сол Иса пайғамбардың шешесі Дәуд пайғамбардың әйелі екеуі апалы сіңлі.
содан Мәриямнен Иса келеді, Дәуіттен, Закариядан кешірсе жаңағы Яхия келеді. Барлығы замандас. Закарияны өлтіреді, жаңағы сен Мәриямға ойнас жасадың, сенен жаңағы Иса туды деген секілді яһудилер жала жабу арқылы ақырында Закария пайғамбарды өлтіріп, артынан оның баласы пайғамбар болады, Иса пайғамбармен бірге одновременно дейді орысша айтқан кезде. Иса пайғамбар, Яхия да оның пайғамбар қасында. Бірақ Исаның былайша айтқан кездегі шариғатын насихаттаушы болып, екеуінде өліміне себеп болады. Яғни әкесі өледі, баласын өлтіреді, Иса пайғамбарды өлтірмекші болғанда Алла тағала көкке алып кетеді. Міне сол кезде Алла тағала оларға тағы да еврейлерге тағы да қуғын сүргінді нәсіп қылады. Ол 70 жылы Иса пайғамбар 33 жасында өлген болса, көкке кеткен болса, сонда тағы да бір 35 жылдан кейін барып Рим империясының қолбасшысы болады да, полководец дейді ғой, былайша айтқан кездегі Титус дейтін. Сол Израильді шабады. Израильді шауып, Израильдің бәрін тас-талқанын шығарып, еврейдің барлығын Европаға алып кетеді. Қазіргі Рим дейміз ғой, Европада не үшін сандалып жүр дейтін болсаңыздар, не үшін сояқта жүрдім болса, сол кезде алып кеткен барлығын құл қылып, 70 жылы Израильдің бәрін теп-тегіс қылып, тек қана сол Сүлеймен пайғамбардың салған Мәсжидул Ақсасының бір ғана қабырғасы алып кетеді. Ол қазір плач и стена деп атайды. Еврейлер тұрып оқып отырады ғой, мысалы, сол ғана қалған бәрін қиратады. Сол кеткеннен олар 1947 жылға шейін я елі жоқ, я жері жоқ, мүмкіншілік болмай шетелде жан-жақта қаңғырып жүр. 1947 жыл ғана Израиль мемлекеті құрылды, білесіздер. Міне, сол олардың сол пайғамбарларды өлтіргендігінің кесірінен болды. Енді осындай аласапыран болды оларда. Және Сүлеймен пайғамбар қайтыс болғаннан кейін барып, жаңағы Сүлеймен пайғамбардан кейін тағы да еврейлер азғындауға көшеді. Қуғын сүргіні бар, сонымен олар Мұса пайғамбардан түскен оригинал кітапты олар сандыққа салып ұстап отыратын. Ол сандық патшалардың қасында тұратын болған. Сүлеймен пайғамбардың қасында, Дәуіт пайғамбардың қасында. Олар кеткеннен кейін көші бар, қуғын сүргіні бар, ол сандықтың қайда қалғаны, ішіндегі заттың қайда қалғандығын таппай қалады. Өйткені ана жерге көміп кеткен, ана жерге тастап кеткен, сонымен оригинал Таурат кітабы ғайып болады, жоғалады. Себеп бар ол жерде. Оның орнына сол жағы азғандай бөлігі, содан кейін барып естіген көргендері соның ішіне жазылып, қазіргі біздің көріп отқан Тауратымыз пайда болады. Ол жағы еврейлердің өздерінің сол басына келген нәубеттен туындаған. Қазір осы көпшілігіміздің атамызды айтамыз ғой. Менің атам кезінде Иранға кеткенде, жағы Түркменстан кеткенде, Ауғанға кеткен кезде кітаптардың бәрін көміп кеткен екен. Пәлен деген жер екен, бірақ қайыр екен білмеймін, бар болса қазып алар едім дейсіз ғой. Білеміз, әйтеуір көміп кетті, бірақ қайқа білмейміз. Дәл сол секілді еврейлер де қуғын сүргін кезінде өздерінің қасиетті кітаптарын қайда қалған білмей қалған. Яғни жоғалуына себеп болды ол жерде. Енді адамға әркімге жан қайғы ғой енді ол жерде. Соның нәтижесінде сол Таурат кітабының бұзылуы осындай оқиғалардың желісімен болады. Енді Таурат кітабынан кейін білесіздер, бұл Таурат кітабы енді қазіргі кезде қолымызда бар кітапты көреміз. Сол жерде Таурат кітабының бөлімдерін қараймыз. Мысалы біз Құранды айтатын болсақ, Құран кез келген Құранның аятын ашып, сүресін ашатын болсақ, я ол Меккеде түскен, немесе Мәдинеде түскен. Дұрыс қой. Мысалы Құранды ашасыз, Құранның кез келген сүресін ашып, бірінші сол басталатын жеріне қарайтын болсаңыз, мысалы мынада жазылмапты. Құранның мынандай жерінде жазылады, мысалы. Қандай сүре, қай жерде түскендігі жазылады. Мекке немесе Мәдине деп түсіріледі. Демек, Құранның ішіндегі аяттар, сүрелер я Меккеде түсті, я Мәдинеде түсті деп сол Құранда жазылып қояды. Ал енді біз соған қараймыз. Және де Құранда не бар деген кезде біз айтамыз, Құранда ақида бар, Құранда ғибадат бар, Құранда не бар? Құранда содан кейін муамалат бар. Яғни өмірге керекті некесі бар, саудасы бар, басқа заттың барлығы Құранда бар дейміз. Ал енді Таурат кітабында не бар дейтін болсақ, Таурат кітабы 5 бөлімнен тұрады. Таурат кітабы. Бірінші бөлімі Беремин деп атайды. Беремин. Ол жаратылыс бөлімі дейді. Яғни адам ата қалай жаратылды, Нух пайғамбар қалай болды, Хазіреті Ибрахим пайғамбар, Лут пайғамбар, Яқуб пайғамбар, солардың өмірлері, әлем қалай жаратылғандығы, топан су қалай болғандығы. Мысалы анау Ной дейтін киноны көрдіңіздер ғой көпшілігіңіз. Сол Ной деген кино Таурат кітабының негізінде жазылған. Шариғатқа келмейді. Таурат кітабының негізінде жазылған. Қазір оны айтып өтемін. Бұл бірінші бөлімі сол адам атаның жаратылуымен, басқа болса пайғамбарлардың алғашқы жаратылыс жайында түсіндіріледі. Екінші бөлім ал, бұл бірінші бөлім Беремин дейтін. Содан кейін Шемот деп аталатын екінші бөлім ал. Бұл енді Мұса пайғамбардың және қауымының
Мысырдағы олардың көрген қорлықтары, және де олардың Фирғауынмен қарсы соғыстары, оларға қарсы жасалған әрекеттер, және де сол жаңағы Мысырдан көшу, сол оқиғалардың барлығы осы Шемот деген екінші бөлімде жазылады. Үшінші бөлім бар, Вайсра деп атайды. Вайсра деген былайша айтқанда діни үкімдер бөлімі. Діни үкімдер бөлімінде оларға не нәрсені істеуге болады, нені жеуге, нені жемеуге болады, сол жерде жазылады. Мысалы бізде Құранда жазылған ғой, нені жеуге болады, нені жеуге болмайды. Қайсы харам, қайсы халал. Оларда дәл сондай бабы бар, бөлімі бар. Ол жерде діни үкімдерде. Яғни сол жерде жазылады. Сонан кейін төртінші бөлімде Бамидбар деп атайды. Яғни Бамидбар дегені сандар деген сөз, сандар. Сандар дейміз, ол сандарда не жазылады? Бұл Мұса пайғамбар өлгеннен кейінгі жағдай жазылады. Мұса пайғамбардың өлімі, жерленуі, одан кейінгі олардың көші, анда-мында жүруі, бастарына келген нәубет, солардың барлығы сол төртінші тарауда жазылады. Бамидбар дегенге. Сонан кейін бар бесінші тарауы бар, олардың Дварим деп атайды. Яғни екілік деген сөз ғой. Ол жерде де, яғни Мұса пайғамбардың айтқан сөздері, Мұса пайғамбардан кейінгі Яхуди қауымының салт дәстүрлері, олардың ұстанымдары, салт жоралар, соның барлығы сол бесінші бөлімде жазады. Енді өзі 5 бөлімнен тұрады. Бірақ олар осы 5 бөлімнен тұратын Таурат кітапты дейді, жай ғана адам оқып түсіне алмайды дейді. Оны түсіндіретін екінші ауызша кітап бар. Оған Талмуд деп атайды. Талмуд. Ол 2-3 бөлімнен тұрады. Бірінші Тора, Тораны түсіндіретін Талмуд, екіншісі Набиюн дейді, пайғамбарлар жайында, үшіншісі Катубим дейді, ол жазбалар. Пайғамбарлардан жеткен өсиеттер, жазбалар. Осы 3 бөлімнен тұратын ауызша олардың, біздің тілмен тәпсір дейміз ғой, біздің тәпсіріміз секілді, оларда Талмуд бар. Тауратты түсіру үшін ол Талмудты оқу керек. Талмуд арқылы түсінеміз. Мысалы біз айтамыз ғой, Құранды түсіну үшін хадиске жүгінеміз біздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистер арқылы Құранның көп аятын түсінеміз. Және тәпсірге жүгінеміз Құранды түсіну үшін. Не себептен түсті, қандай оқиға бар, қандай үкім шығатындығын ғалымдардың сол аятқа берген тәпсіріне жүгінеміз. Ал олар да дәл сол секілді өздерінің Тауратын түсіну үшін Талмуд деген кітапты, сол Талмудтың ішіндегі Танах дейтін бөлімді олар қарастыруды, соны оқуды бұйырады олар өздеріне. Әрине ол біз үшін қажетті дүние емес, бірақ та еврейлер үшін, яхудилер үшін өздерінің қасиетті кітаптары сол. Енді бұған христиандар не деп атайды? Ескі өсиет дейді. Яғни Ветхий Завет дейді ғой. Библияға Старый Завет дейді, Ветхий Завет дейді, Старый Завет. Бұл ескі өсиет деп, осы Таурат кітабы соның ішіндегі Тораға айтылады. Орысша Тора. Енді бұл Тора деген біздің тілмен Құранда Таурат дейміз. Таурат деген сөз Құранда 18 жерде айтылады. 18 аятта Таурат жайында. Ол Тауратта нұр бар дейді. Тауратта жағы пайғамбарымыздың келетіндігі жайында жазылады. Және Тауратта олардың әмір тиымдары, 10 әмірлері бар екендігі сол Құранда айтылады. Яғни Таурат 18 рет Құран кәрімде аталады. Енді осы Таурат кітаптың өзге жаңағы Талмуд деп аталатын, оның ішінде Танах дейтін бөлімдердің ол бізге қатысы ол пайғамбарлардан қалған өсиеттер. Енді осы Таурат кітабы, біз қазір айтамыз ғой, біз Таурат кітабына сенбейміз, қазіргісіне. Біз тек қана сенеміз оригинал Тауратқа. Алладан Мұса пайғамбарға түскен Тауратқа ғана сенеміз. Басқа қазіргі Тауратқа біз иман етуге міндетті емеспіз. Біз міндеттіміз оригинал Тауратқа. Сол кезеңдегі түскен түп нұсқа Тауратқа. Қазіргі Тауратты біз Құранда айтқандай, Алла Тағала айтады, олар яхудилердің дін басшыларына, бізде имам дейтін болсақ, оларда равин деп атайды ғой, равин. Сол кездегі хахам дейді, жаңағы араб тілінде, содан кейін равин дейміз. Солар сол Таураттың көп жеріне өзгерістерді енгізіп жібергенде Құран кәрімде айтады. Өйткені Құранда айтады, олар дейді христиандар мен яхудидің дін басшылары сол Алланың кітабын дейді болмайтын тиынға сатты дейді ғой. Ақшаға сатып жіберді дейді Құранда айтылады. Яғни олардың кітаптарында. Енді сол Таурат кітабын біз айтамыз, ол бұзылған дейміз, ол анау дейміз, мынау дейміз. Енді дәлелің бар ма дейміз ғой? Дәлеліміз бар. Таурат кітабының бұзылғандығына, оригиналының өзгергеніне дәлеліміз бар біздің. Қалайша дәлеліміз бар? Біріншіден, Таурат кітабының қазіргі кезде 3 нұсқасы бар, бауырлар. Біреуі ибрит тілінде, екіншісі грек тілінде, үшіншісі самири тілінде. Самири дейтін тайпа бар. Ол еврей емес, бірақ еврейлерге кіріп кеткен, еврей болып кеткен тайпа. Яғни бізде де бар ғой, мысалы, жүзге жатпайтын, руға жатпайтын қазақтар бар ғой, мысалы, бірақ қазақ болып кіріп кеткен ғой. Дәл сол секілді оларда сондай бір тайпа болған, самири деген тайпа. Сол самири дейтін тайпалардың өзінің тілінде жазған самири тіліндегі Таурат бар. Содан кейін иврит тіліндегі Таурат. Еврейлердің тіліне иврит тілі деп атайды ғой, иврит. Содан кейін барып грек тіліндегі жазылған осында 3 түрлі нұсқасы бар. Сол 3 түрлі Таураттың қазіргі нұсқасын салыстырған кезде бір-біріне келмейтін жерлер бар.
Демек, Таураттың бір-біріне келмейтіндігі 3 түрлі нұсқасынан білінеді. Ол деген сөз түп нұсқаның ауытқығандығын өзі. Бірінші біздің айтар дәлеліміз. Екіншіден, жаңа айтып өткенім секілді Тауратта 5 бап бар дедік қой. Жаратылыс бабы деді, жаңағы заңдары бар, Мұса пайғамбардан кейінгі келетін жағдайлар бар дедік, және де жаңағы Мысырдың көшуі, Шемот дейтін бап дедік. Сонда осы 5 баптың ішіндегі 2 бап Тауратқа кейіннен қосылғандығын өзінен өзі айтып тұр. Бірінші жаратылыс бабы, жарайды, жаратылыс Құран кәрімде де Алла тағала жердің қалай жаратылғандығын, пайғамбарлардың қалай жаратылғанын, адам атадан қалай жаратылғанын, Нух, Туфан, сол секілді пайғамбарлардың көбісі хабар береді. Тауратта да бар, оған біздің сөзіміз жоқ. Бірақ олардың жаңа Таураттарында діни заңдар бар, оған сөзіміз жоқ. Я, бізде де діни заң бар. Бірақ Мұса пайғамбарға түскен Таурат кітабының соңғы 2 бөлімі бұл кейіннен қосылғандығын дәлелі. Неге? Екінші сол Бамидбар дейтін бөлімінде, яғни Мұса пайғамбардан кейінгі еврейлердің өмірлері жазылады. Сонда Мұса пайғамбарға түскен кітап, сонда Мұса пайғамбар менен кейін мынандай болады, мынандай болады, олардың өмірі мынандай болады деп айтпайды ол жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол Құранда сөйтіп айтпаған ғой оны. Сондықтан да бұл деген сөз бірінші сол 4-ші баптың ол кейіннен енгізілгендігінің дәлелі. Сонан кейінгі 5-ші бабы Дварим, екілік деген бап. Ол деген сөз өзі Мұса пайғамбардың қайтыс болуы, оның жерленуі, содан кейінгі салт дәстүрлер жайында жазылады. Көке, Мұса пайғамбар мен өлем былай жерлейсіңдер, ана болады, мына болады деп Алладан уахи келіп Тауратқа кіргізбейді ғой нәрсені. Ол деген сөз кейіннен Тауратқа енгізілген сөздер деген сөз ол. Құран кәрімде пайғамбарымыздың қалай жерленетіндігі, қалай өлетіндігі жазылған ба, құрметті ағайын? Жоқ ондай. Өйткені Алла тағала ол нәрсені өзінің қасиетті кітабына түсірмейді. Ол кейіннен адамдар тарапынан қосылады. Ол біздің екінші, былайша айтқан кезде Таураттағы жаңағы өзгеріске ұшырағандығына қатысты өз ішінен тапқан біздің дәлеліміз. Содан кейінгі жаңағы тағы да Таураттағы біз ішіне ашып оқитын болсақ, мынандай жағдайлар бар. Пайғамбарларға қатысты сөздер бар, яғни ол пайғамбарларға жабылатын сөздер бар. Пайғамбарлар шариғат бойынша білесіздер 5 сипат бар пайғамбарлардың. Оны иншалла өтеміз. Біріншісі, пайғамбарлар сыдық болады, ешқашан жалған сөйлемейді. Екіншісі аманат дейді, ешқашан аманатқа қиянат жасамайды пайғамбарлар. Үшіншісі таблиғ дейді, пайғамбарлар Алладан жеткен уахиды бүкіл бәрін жеткізеді, ешкімге оны ала аламайды. Төртіншісі исмат дейді. Исмат дегеніміз пайғамбарлар күнә жасамайды, Алла тағала күнә жасауға жол бермейді пайғамбарларға. Өйткені күнәһар адам пайғамбар бола алмайды. Бесіншісі фатанат дейді. Пайғамбарлар ақылды болады. Ақмақ адам пайғамбар болмайды. Алла тағала ондай адам пайғамбар қылмайды. Сондықтан да осындай 5 сипат бүкіл пайғамбарда бар. Ол уәжіп сипаттар. Енді сонда сол Таураттың жаратылыс дейтін бірінші бабына қарайтын болсақ, сол былай дейді. Нух жер өңдеп, жер бетінде бірінші жүзім екті дейді. Бірде ол шарап ішіп мас болып шатырдың ішінде жалаңаш жатты дейді. Ной дейтін киноны көргендеріңіз болса, Нух пайғамбар тыр жалаңаш жаңа жүзім ішіп алады да мас болып жатады. Мен әдейі барып көрдім ол. Бұл жерде ақиқатқа келетін бар ма, жоқ па? Жоқ. Тура осы Тауратта түсірілгендей, Нух пайғамбар жаңағы кеме тоқтағаннан кейін олардың кітаптан айтылғандай жүзімді сығып алып мас болып тыр жалаңаш теңіздің жағасына жатады. Үстіне апарып баласы киім жабады. Киносын көрген болсаңыздар. Бірақ бұл міне Тауратта айтылғандай міне жаратылыс 9-шы баптың 20-шы, 24-ші сөздер, яғни аяттар дейміз біздің тілменде. Сонда айтады, Нух жер өңдеп, жер бетінде бірінші жүзім екті. Бірде ол шарап ішіп мас болып шатырдың ішінде жалаңаш жатты дейді. Киносын қарасаңыздар көресіздер. Дәл сол секілді Лут пайғамбарға да қатысты осындай жағымсыз сөз бар. Қараңыз, пайғамбарды алқаш қылып отыр. Пайғамбар алқаш болмайды, құрметті бауырлар. Мүмкін емес. Алла тағала пайғамбарлардың ешбіріне күнә жасатпайды. Екінші, Нух пайғамбарға да осындай жала жабылады. Нух пайғамбарға былай дейді. Лут пайғамбарға, Лут Сиғорға қоныстанудан кейін дейді, 2 қызымен одан көшіп кетті дейді, тауды паналайды дейді. Сонда бір үңгірде 2 қызымен тұрып жатты дейді. Бір күні үлкен қызы кішісіне дейді, біздің әкеміз кәрі, ал бұл маңайда бүкіл әлемдегі әдет бойынша бізбен жақындасатын еркек жоқ. Жүр әкемізге шарап ішкізіп, ұрпағын жалғастыру үшін онымен бірге жатып шығайық деді. Сөйтіп Луттың 2 қызы да әкесінен жүкті болды дейді. Жаратылыс басталу дейтін бірінші тараудың 19-шы бабы 38-ші аяттары былайша айтқанда. Яғни, кешіріңіздер, Лут пайғамбар арақ ішеді, шарап ішіп мас болады да 2 қызымен зина жасап, одан бала туады. Ол мүмкін емес дүние.
Өйткені бұл жерде Лут пайғамбардың әйелі жайында бәріміз білеміз ғой. Лут пайғамбардың әйелі, Лут пайғамбар айтады, артыңа қарама дейді ғой, көшіп бара жатқан кезінде өзінің қауымына Алла Тағала аспаннан от түсірген кезде қарама дейді. Соған сөзге тыңдамастан Луттың әйелі артына қараған кезде тас болып қатып қалады. Лут пайғамбардың әйелі. Сондықтан бұл жерде Луттың әйелі жоқ деп айтып тұр ғой, екі қызымен тұр деп тұр. Енді бұл Таураттағы былайша айтқан кезде пайғамбарларға жағылған жала дейміз. Өйткені пайғамбарларға Алла Тағала істетпейді ондай нәрсені, еш уақытта мүмкін емес. Ішіп алып, өзінің қызыменен зина жасап, оларды тудыру деген сөз ол мүмкін емес, мүмкін емес. Сондықтан да Таураттың былайша айтқан кездегі жаңағы пайғамбарларға жаласының өзі оның бұзылғандығына дәлел. Дәл сол секілді Яқуб пайғамбарды да осы Тауратта жаратылыс дейтін бірінші бөлімде оны өтірікші қылып сипаттайды. Яғни киносын көрсеңіздер де сонда Исхақ пайғамбар қартайған уақытысында өзінің балдарына бата бермекші болғанда Яқуб пайғамбар келіп содан батаны алдап алғандығы жайында киносында да бар, қараңыздар. Яғни бұл деген сөз жаратылыс бастауында да дәл осы мәселе айтылған. Бұл шариғатқа, ақиқатқа келмегендіктен біз бұл жерде бұл мәліметтерін ешбірін қабылдамаймыз, құрметті ағайын. Уақытымыз асып барады, кешірім сұраймын. Қалған иншалла тағы жалғастырамыз. Ең қызық жеріне келе тоқтап қалдық. Алла разы болсын. Енді бүгін миғраж түні ғой, енді миғраж түнінде арнайы ғибадат жоқ. Кім қандай ғибадат жасап Аллаға құлшылық жасаймын дейтін болса, әрине құлшылығы өзіне сауап. Нәпіл ғибадатқа шариғатта ешқандай да шектеу қойылмаған, нәпіл ғибадатқа. Жоқ, айт десеңіздер бітіре салайын, кішкентай қалды енді сіздер. Енді бітіре салайын қысқаша онда. Енді азан 1 минут енді сабыр сақтаңыздар енді. Жамағат айтқаннан кейін амал жоқ. Енді дәл сол секілді осы Тауратта Алла Тағаланы сипаттайды. Мақұлқатқа ұқсатады, мақұлқатқа. Әрине, мақұлқатқа ұқсату Құранда Алла Тағала ләйсә кәмислиһи шәйъун дейді ғой. Алла еш нәрсеге ұқсамайды жаратылғандарға. Бірақ Тауратта мынандай сөздер келеді. Қараңыздаршы. Құдай жарату жұмысын 7-ші күні аяқтап, сол күні жұмыс жасамай демалды дейді. 7-ші күнге оң батасын беріп, оны қасиетті деп белгіледі. Себебі ол бұл күн өзінің жарату жұмысының бәрін бітірген соң тынықты дейді. Жаратылыс дейтін баптың екінші жаратылыс тармағының жаратылыс баптың екінші тармағы 1-3 аятында айтып отыр. Яғни Алла Тағала демалды дейді. Өйткені олар жұмысты Алла Тағала воскресенье күні бастады дейді. Воскресенье күні бастайды, пятница бітіреді, суббота күні Алла демалады дейді. Өйткені оларда суббота күні, еврейлерде суббота күні демалыс. Христиандар керісінше айтады, понедельник күні Алла әлемді жаратуды бастады, суббота бітірді, воскресенье демалды дейді олар. Яғни олардың кітаптарында жазылып тұр ол. Бұл барлық солардың оригинал кітаптарынан, қазақша аударылған кітаптарының ішінен алынған сөздер бұл. Сонан кейін барып тағы былай дейді. Күн батып, жел соққан кезде олар Құдай иенің бақ ішінде жүрген дыбысын естіді дейді. Жаратылыстың бастауы. Яғни бұл жаңағы Адам алейхиссалам менен Хауа ана екеуінің арасындағы болған жағдай ғой. Қараңыздар. Күн батып, жел соққан кезде Құдай иенің бақтың ішінде жүрген дауысын естіді дейді ғой. Сонда Алланы адамға ұқсатып, жаңағы саптың ішінде, баудың ішінде кезіп, таза ауа жұтып жүрген секілді суреттеуі ол Аллаға мүлдем келмейтін сенім, құрметті бауырлар. Және де сонда былай дейді тағы да. Сонда оған бір кісі жолығып, онымен таң атқанша күресті дейді. Алламен күресті дейді. Ол Жақыпты жеңе алмайтыны көзі жеткенде, оны жамбасымен ұрып, жамбас сүйегі шығып кетті. Әлгі кісі мені қоя бер, таң атып қалды деді. Ал Жақып болса дейді, маған батаңды бермейінше сені жібермеймін деп жауап берді дейді. Сонда ана кісі Жақыптан есімін кім деп сұрады? Ол Жақып деді. Әлгі дейді, енді сен Жақып емес, Израиль деп аталатын боласың. Себебі Құдаймен күресіп келдің, енді адамдарға үстем боласың дейді. Жаратылыс бастауы 32-ші баптың 22-28-ші аяты. Яғни Яқуб пайғамбар Алламен күреседі, жеңеді, жамбасын шығарып жібереді, Алладан батаны алады, сөйтіп Израиль деген атауға алады деген. Яғни бұл шариғатқа келмейтін, ақиқатқа келмейтін сөздер. Өйткені Алла Тауратта бұндай сөздерді мүмкін емес айту, мүмкін емес. Ашық оқыңыздар Тауратта. Біз Таурат бұзылған, Інжіл бұзылған деп сандырақтай бергенше ашық қарайық, мына жер екен ғой деп, ең болмаса сөзіміз дәйекті болу керек. Тек қана Тауратсыз жоқ деп емес, қарайық иншалла. Өйткені Алла бізге
оқуды бұйырған. Сондықтан да құрметті бауырлар, бұл біз бірнешеуін ғана келтірдім. Ал енді бұның ішінде қарай берсек, бұндай мәселелер Тауратта көбірек кездеседі. Сондықтан біздің иманымыз, құрметті бауырлар, біздің иманымыз Алладан түскен түп нұсқа Тауратқа иман ету. Қазіргі Тауратқа емес. Алладан түскен түп нұсқа Забурға, Алладан түскен түп нұсқа Інжілге иман ету. Басқасына емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сахабалар сұрайды: "Е Алланың елшісі, осы ахли китаптан әртүрлі мәліметтерді айтады" дейді. Сол кезде біз оларды қабылдайық па, қабылдамайық па, біз не істейміз дейді ғой. Расында да мысалы Адам алейхиссалам бүкіл өміріне қатысты нәрсе Құранда жоқ, хадисте бүкіл өміріне нәрсе қатысты жоқ Құранда. Олдан көп нәрселерді сол ахли китаптардан алды. Өйткені христиан, еврей ұлтынан болған өзге жаңағы тұлғалар ислам дінін қабылдаған кезде сол жердегі мәліметтерді, біздегі жоқ мәліметтерді сол жақтан қабылдап, сол тәпсір кітабына енгізді. Оған тәпсір кітабында Исраилят деп атайды. Исраилят, яғни еврейлердің жаңағы несіне, дәлелдеріне сүйенген мағлұмат деген сөз Исраилят. Сол жерде көбірек, мысалы пайғамбарлардың өміріне қатысты, мысалы жаңағы ол бойы қанша болды, адам ата қанша жыл өмір сүрді, ода қандай болды, не жеді, не ішті, оның барлығы сол Құранда, хадисте емес, сол жерден алынған мәліметтер. Сонда пайғамбарымыз сұрайды ғой, сонда көп мәлімет айтылады. Таурат кітапта былай деген, Інжілде былай деген, біз солардың қайсысын қабылдаймыз дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: "Егер ахли китаптан сендерге Таурат, Забур немесе Інжілден бір мәлімет келтіретін болса" дейді, Құран менен сүннетке қайшы келетін болса, оны алмаңдар дейді. Екінші дейді, егер де Құран менен сүннетке дейді сәйкесетін болса, мысалы ішпе, жеме, арақ ішпе, өлтірме, ұрлық жасама деген оларда заң бар, он әмір деген бар Тауратта. Сол шариғатқа келе ме, оны сен қабылдайсың. Енді Құран мен сүннетте жоқ мәлімет болатын болса, онда үндеме дейді. Егер де сен ол, бұл жоқ еді, дұрыс емес десең дейді, түпкі негізде ол бар үкім болған болса, сен оны терістеген боласың. Яғни кітапқа иман етпеген боласың. Ал егер де түпкі оригиналда жоқ болып, сен оны жоқ, ол бар еді деп айтатын болсаң, өтірік айтқан боласың дейді. Сондықтан да ондай мәлімет келгенде үндемей, білмеймін деп қоя салған дұрыс болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге осы үш жолды үйретті. Бар болса сәйкесте қабылдауды, сәйкеспесе терістеуді, бізде мәлімет жоқ болатын болса, онда үндемей қоя салу. Мысалы, Адам алейхиссаламның немесе басқа пайғамбарлардың өміріне қатысты көптеген мәліметтері бар, Құранда, хадисте жоқ. Олар не ішті, не жеді, яғни қандай болды, жұмақтағы жеміс ол алма ма еді, алмұрт па еді, басқа ма еді, ол Құранда жоқ, бірақ оларды алма деп атайды мысалы. Біз оны білмейміз, болды, үндемей қоя саламыз болды. Сондықтан да осындай нәрселерде бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы сөзді айтқаннан кейін біз де тек қана түп нұсқа Тауратқа, түп нұсқа Інжілге иман етеміз, қалғандарына жоқ. Біздің иманымыз тек қана соған ғана. Тыңдағандарыңыз Алла разы болсын.